Сәлем достар, біз қазір үйлерін қазір біз жуындырамыз. Ой, мынаның ішіндегі жұмыртқалар көрінбейді. Что-то с ними произошло. Что қарау керек? Туған шығар. Достарына қараңдар. Мен ұлларым туған. Арман орындалды. Менің ұлларым туды, подписчиктарынан қараңдар. Бұл ең алғашқы кладкасы. Ал енді қашан туған? Түнде ме? Білмеймін, бүгін шығар. Жаңа жуындырып атсам, мынаны ашық басамасында жатыр. Көміп қойған ба? Иә. Солай қой енді сен. Жоқ, оны басқа жаққа апару керек, мына жек қояды әйтпесе. Кім жек қояды? Ұлулар. Қапырсын. Басқа ыдысқа сақ қою керек, кішкентай менде бар анаяқта. Мыналар бөлек ұстау керек, да? Иә. Қазір біз оны басқа ыдысқа саламыз. Достар, олардың туатыны сенген жоқпын. Қараңдар. Мә, енді бұның ішінен. Мені саусақына қол. Ұлы туғанда жұмыртқан қолмен ұстауға болмайды, ол тез сынғыш. Жұмсақ. Сосын оны басқа ыдысқа салып қою керек. Қатты қонып кетті. Қазір мен құмның орнына, басқа заттардың орнына мынаны істеймін. Мені мынаны бір нәрсемен салу керек. Немен оны жасап қойдым. Енді бұны мына керек. Мынаған. Өзіңдеп ұстап қойдым. Жұмсақ екен. Достарымдар, өмірде көбірек сияқты көрінеді. Мына уыздың ішін қарасам, ішінде дым жұмыртқа жоқ. Ал капуста ашып бассам, астында жұмыртқа жатыр. Енді бізде одан да көп жұмыртқа болады. Бұнымен не істейміз? Алдай бастаймыз. Қасықпен жайлап арасын салу керек. Тек мұнарды емес, топырағымен де ала беремін. Ұлыларыңыз тумай жатса, жай ғана топырақ салу керек екенсіздер. Олар бір бұрышта туады екен. Енді бұған біз ат қою керекпіз. Қандай қуаныштымын, сендерді қуаныштасаңдар лайк қойыңдар. Жарайды, не біткен сияқты. Ал енді мына болашақ ұлларды дұрыстап жарылуын тілейік. Жарылу емес, жұмыртқасын ашуын. Не? Қандай кішкентай. Күшті. Кейбіреу кішкентай, кейбіреу үлкен жұмыртқалар. Тесікті қалай жабарымды білмеймін. Сондықтан үстін капустаны жауып салатырмын. Капустаны сынған дауыс екен. Қорқатын ештеңе жоқ. Капустаны да солында қойып. Міне енді ұлдар жарылып шыққасын, біз үлкенде отысқа көшіретін боламыз. Лайк қойыңыздар. Лайк қойып каналға жазылыңыздар.